Жарайды, мақұл онда. Кешке барам. Жігіттер қайда баратын болдық? Кіммен сөйлестің қош? Әйелмен? Отчет беріп жатсың ба? Жоқ, тамағын дайындап қойған екен. Кеш келетінді ескерттім. Досым, мен сол ескерту деген отчет емес па? Сенбе. Мағжан, келіншегім тамағым дайындап жатса, бала-шағама қарап жатса, ата-анама қызметін жасап жатыр. Онда әйелім барына шүкір. Досым, бір сөзбен подколоктың дейсіз, не аласың? Мағжан, егер сен әкең анаңның барына шүкір десе, жақсы ма, жаман ба? Мәке, жақында қарындасыңыз ұзаттыңыз, күйеу балаңыз келіп, әйелім барына шүкір десе, жақсы ма, жаман ба? Әлде подкаблучник ба? Жігіттер, біздің аналарымыз, әпкелеріміз, қарындастарымыз жақсы сөзге лайықта, ал әйелдеріміз бұл сөздерге лайық емес па? Жігіттер, әйелдерімізді құрметтейік, олар шынымен құрметке лайық.